Жақсы, қайырлы күн, ассалаумағалейкум достар. 15-ші сұраққа жеттік. Жошы ханның ұрпағы болған билеуші. Жалпы енді Жабел Жошы хан туралы тоқтайық. Одан кейінгі астында 5 жауапқа жеке-жеке тоқталатын боламыз. Бірақ бесеуде не белгілі бір жерлердің, белгілі бір мекендердің билеушілері екендігін ескерттік. Жалпы Жошы хан 1187-1227 жылдар аралығында өмір сүрген Шыңғыс ханның үлкен ұлы, моңғол қолбасшысы. Жалпы моңғол шапқыншылығынан кейін Қыпшақ қаласына құрылған жаңа мемлекет Жошы ұлысының негізін қалаушы. Жалпы енді шешесі Бөрте, яғни Шыңғыс ханның Бөрте деген бәйбішесі болады. Сол Бөртенің 4 ұлы болады. Жалпы 4 ұлына тоқтайық қазір. Әкесі Шыңғыс хан Темучин немесе Азияда тұңғыш біртұтас мемлекеттік құрушы, өз заманының аса ірі әскери және мемлекет қайраткері. Жалпы енді 4 ұлы міне қарайтын болсаңыздар, Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Қалған балдары, қыздары, олар енді өзге де елдерінен ғой, енді бірінші айтқанда. Жалпы енді түсінікті. Жошы хан кім екенін түсінікті. Енді осы Жошы ханның бізге қазір сұрақ сұрап тұр. Ұрпағы болған билеуші, яғни ұрпағын табу керек, ол және биліктің басында болу керек. Бірінші жауап Әбілхайыр дейді. Кеттік. Қазақ тарихында немесе Қазақстан тарихында бір емес екі Әбілхайыр өтеміз. Бірінші Әбілхайыр ол бізде кіші жүздің ханы. 1693-1748 жылдар аралығында өмір сүрген. Бұл бізде қазір жауаптан тыс қарастырамыз неліктен, себебі бұл Әбілхайыр емес, бізге қажетті қазір. Бізге міне өзбек ханы керек, яғни Әбілхайыр осы Әбілхайыр керек екендігінде. 1412-1468 жылы өмір сүрді өзбек ханы, яғни өзбек дегенде қазір өзбек этносы емес, сол уақыттағы. Жалпы Әбілхайыр Шыңғыс ханның 10 ұрпағы. Шыңғыс ханнан Жошы, Жошыдан Шайбаннан Байнал, Байналдан Исбоға, Жошыба, одан кейін Бадағұл, Мұнтемір, Болат, Ибрахим, Дәулетшек, одан кейін Әбілхайыр дейді. Демек, жауапты тауып тұрық. Жауап ретінде қалдырамыз, дұрыс келіп тұр. Ізбасары Едігер хан дейді, одан кейін келген. Одан кейінгі хандарға тоқтап кетейік. Ілияс қожа. Ілияс қожаға дейін Толық темірді оқу керек. Себебі Толық темір оның әкесі ғой, бірінші айтқанда. Толық темір Шағатай ұрпағы, яғни мана Шыңғыс ханның 4 ұлы бар, айтқан. Соның екінші ұлы Шағатай. Яғни Шағатайдың ұрпағы Толық темірден Ілияс қожа дүниеге келеді. Демек, Ілияс қожа да Толық темірді жауапты тастай берейік. Екеуі Шағатайдың ұрпақтары. Енді Ілияс қожа Толық темір қайтыс болғаннан кейін хандыққа отырады. 1363 жылы билікке келеді. Жалпы енді негізгі мақсаты Мавренахрды басып алғысы келеді, дұрыс айтқан кезде өмірді солай. Содан кейін Моғолстан Дулат тайпасының әмірлерінің бірі Әмір Қамар ад-Дини өлтіреді. Енді одан кейін Ұлықбек енді қатты биліктің басы болмайды, ол тек Самарқандта әкім болып тағайындалады. Ол негізгі атқарылған ғылыммен айналысты. Самарқандта обсерватория негізін салушы, бірінші айтқан кезде. Ана жерде қарайтын болсаңыздар, Почта Кеңес Социалистік Республикасында өзбекский астроном математик Ұлықбек деп алыпты, демек математик болған және де астроном болған. Енді одан кейін Ұлықбек обсерваториясы мемлекеттік қайраткер ретінде істеген ең ірі жұмысы Самарқандта аса зор астрономиялық обсерваторияны салдыру болды дейді. Бұл кісі өмірін ғылымға арнаған кісі, одан кейін дін жолында болған адам кісі тоже. Яғни аспан әлемін зерттеуші ғалым ғой, бірінші айтқанда. Одан кейін кеттік соңғы жауап Едіге батыр ғой, бірінші айтқанда. Едіге Ноғай ордасы негізін қалаған әмірші, қолбасшы, шығу тегі Ақ Ордада Құмкент жерде дүниеге келген, Маңғыт руынан шыққан. Енді оның хандық билікке келуі, Алтын Ордада тұрып, Едіге әмірші деп саналады. Алтын Ордада тұрып, өзін Ноғайлы деп атағаннан кейін, Едіге би өз құрастырған мемлекет Ноғай ордасы деп атады. Алтын Орданың жерінде Ноғай ордасы құрылды. Қазақстан жерінің батыс бөлігінде өмір сүрді. Жалпы осы негізгі білу керек. Ноғай ордасының Сарайшық қаласы. Сарайшық ол бізде Атырауда орналасты. Әлі күнге дейін орны сақтаулы тұр археологиялық мекен ретінде. Жалпы негізгі білу керек дүниелер осы болар. Толық темір айтпақшы, басын тоқталдық. Шағатайдың ұрпағы.
одан кейін шават, то есть бұл кісі моғолстан мемлекетінің негізін құрушы, моғолстанның основателі. Моғолстан екінші ханы кім десе, демек ол бізде ілияс қожа. Иә, арна жазып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар, ана колокольчикті басып қойыңыздар, күнделікті сабақ шығарып отырмыз. Бүгінгі негізгі білу керек мәліметтер осы болды.